Қайырлы күн, достар. Бүгін мен сіздермен баклажаннан жасалатын рецепттермен бөлісемін. Бірінші рулет түрінде жасаймыз, яғни осылайынан баклажанды жіңішкелеп турап аламыз, бір келке етіп. Баклажанымыздың үстінен салқын су құйып, 2-3 қасық тұз салып, үстінен тарелкамен не басқа ыдыспен бастырып қоямыз. Баклажанымыз тұз суда 10-15 минут тұрғаны дұрыс. Біз тұз суды төгіп тастадық. Енді осылайынан салфеткалардың үстіне құрғатамыз. Жұмыртқаға жарты чайный ложка тұз қосып араластырып аламыз. Осыны баклажанды осы жұмыртқаға батырып қуырсақ болады. Мен жұмыртқаға батырып және сухариге батырып қуырамын. Сонда баклажанымыз өте дәмді әрі әдемі көрінетін болып шығады. Осылайынан батырып аламыз және қызып тұрған майға салып қуырамыз. Екі беті де қызарғанша айналдырып қуырып аламыз. Және де құрғақ салфеткаға қуырылған баклажанымызды саламыз. Сонда майымыз салфеткаға сіңеді. Келесі кезекте майонезге чеснокты езіп қосамыз. Менде 2 бас чеснокты осылайынан езіп қостым. Жақсылап араластырып аламыз. Аскөк, яғни петрушка, укроп майдалап турап қоссаңыздар да болады майонезге. Қалауларыңыз бойынша помидорды осындай барынша майдалап көбіктеп турап аламыз. Енді кезек рулеттерімізді біріктіреміз. Майонезімізді жағамыз баклажанымызға, ортасына помидорымыз салып ораймыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша ортасына қосқыларыңыз келген аскөкті қоссаңыздар болады. Жасап көріңіздер, өте дәмді шығады, ас болсын. Келесі баклажаннан жасалған салатымның рецептімен бөлісемін. Ол үшін баклажанды жақсылап жуып аламыз. 2 баклажан пайдаланамын мен. 2 баклажанды осылайынан орта бөліктерге бөліп турап аламыз жақсылап. Туралған баклажанымызды шұңғыл ыдысқа салып, үстінен 2 ас қасық ұн қосып жақсылап араластырамыз. Крахмал қоссаңыздар да болады. Қызып тұрған майға жақсылап қызартып қуырып аламыз айналдырып.
Баклажандарымызды қуырып алдық. Келесі кезекте бізде помидорды да осындай бөліктерге бөліп турап аламыз жақсылап. Болгар бұрышын барынша осындай майдалау етіп турап аламын. Және де өзіңіздің қалауыңыз бойынша аскөктерден, яғни менде салаттың листі бар, және де петрушка, укроп, қандай өзіңізде ұнататын шөптерде осылайынан бөлшектеп қолмен бөлшектеп қоссаңыздар болады. Осымен біздің салатымыз дайын. Жақсылап араластырамыз. Петрушка да қостым, мен укроп та қостым. Осылай тарелкаға салдым. Бетінен творожный сыр қостым. Өте дәмді шығады. Жасап көріңіздер, және де жеңіл. Және тура осыны майонезбен, яғни чеснокпен майонезбен араластырып жасаймын. Өзіме осылай ұнайды, өте дәмді. Біріншісін ПП деп айтуға болады, яғни майонезбен ұнатпайтын кісілерге солай берген өте дәмді болады. Жасап көріңіздер, ас болсын, комментарий қалдырып каналға жазылуды ұмытпаймыз.